Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарыш кемесі. Мақсаты мәтіннен нақты мәліметті тауып оқу және қарсы мәнде сөздерді қолдану. Ребята, тема сегодняшнего урока космический корабль. Сегодня будем говорить о космическом корабле, а также будем повторять с вами окончания. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: арнайы, специально, тар, узкий, шақырым, километр, оралу, вернуться, возвращаться, салмақ жоғалту, потеря веса. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Арнайы, тар, шақырым, оралу, салмақ жоғалту. Жаңа сөздер сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Бүгін біздер сіздермен ғарыш кемесі туралы айтатын боламыз. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Ғарыш кемесінің іші қандай? Онда не бар деп ойлайсыңдар? Как вы думаете, как выглядит космический корабль? Ғарыш кемесі қандай жылдамдықпен ұшады? На какой скорости летают космические корабли? Ғарышкерлер неліктен қабырғаға байланған арнайы қапта ұйықтайды? Как вы думаете, почему космонавты спят в специальных мешках? Хотите узнать ответы на эти вопросы? Тогда давайте с вами прочитаем второй тапсырма, текст. Внимательно послушайте, затем прочитайте сами. Мынау ғарыш кемесі. Бұл кеме 1 минутта 600-700 шақырым биікке көтеріледі. Ғарыш кемесі жерге қайтып оралады, бірақ зымыран жерге қайта оралмайды. Әуе кемесінің сыртында адам өмір сүре алмайды. Ғарыш кемесінің ішінде де біраз қиындықтар бар. Ол жақта барлық зат салмақ жоғалтады. Ғарышкерлер арнайы қапта ұйықтайды. Қап болмаса, олар тар жерде түйісіп қалар еді. Прочитайте самостоятельно текст. Затем ознакомьтесь с его переводом. Жақсы, енді әрі қарай бізде 4-ші тапсырма. А нұсқасы: қарсы мәнде сөздерді тап. В этом задании в ракетах вам даются слова, которым нужно подобрать антонимы. Мысалы, ауыр. К этому ауыр — это тяжелый, значит, нам нужно подобрать антоним, это будет легкий. Легкий на казахском жеңіл, то есть ауыр, жеңіл. По данному образцу продолжайте, записывайте в тетради. Әрі қарай бізде ереже. Ребята, вспомните окончание падежей в казахском языке. Вот, например, ғарышкер зымыранмен ұшты. Ғарышкер ғарышқа ұшты. Ғарышкерлер ғарышта болды. Ғарышкерлер айды көрді. Ғарышкерлер ғарыштан оралды. Ғарышкердің кемесінде арнайы компьютер болады. Жирным шрифтом выделено окончание. Так как мы с вами проходили все эти слова, попробуйте самостоятельно перевести данные предложения и вспомнить падежные окончания. Затем по этим окончаниям нужно выполнить 4-й тапсырма, вариант Сөздерге қосымша жалғап жаз. К данным словам, в которых предложениях, вам нужно добавить нужные окончания, то есть падежные окончания. Записать в тетради, затем отправить своему учителю. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.